Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерменен өте оп-оңай болып дайындалатын муравейник деп аталатын десертті жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жаза отырыңыздар. Ендеше бастайық. Бізге ең алдымен бөлме температурасындағы сары май, ұн және жұмыртқа, қант, қопсытқыш және кремне вареная сгущенка және бөлме температурасындағы сары май керек болады. Біз ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды салып аламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Содан соң үстіне қантты салып, жақсылап, үшеуі бірге қосылғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Миксермен де араластырсаңыздар болады, бірақ мен осылай венчиктің көмегімен араластырдым. Міне біздің барлық ингредиенттеріміз осылай араласуы керек, және ендігі кезекте ұнға қопсытқышты салып, жақсылап екеуін араластырып аламыз. Айта кететін жайт, ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Келесі кезекте қамыр илейтін боламыз. Осылай кішкентай лопатканың көмегімен бірінші араластырып аламыз да, содан соң қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Осы рецептпен жасасаңыздар, қамырларыңыз біркелкі, әдемі болып, осылай қолға жабыспайтын болып шығады. Келесі кезекте қамырымызды 1/3 бөлікке бөлеміз. Мен бұл жерде 3 бөлікке бөлдім. Ыңғайлы болу үшін осылай сопақша тәрізді етіп, қамырымызды формаға келтіреміз де, содан соң целлофанға орап, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Шамамен жарты немесе 1 сағатқа саламыз. Яғни қатты болып қатуы керек. Міне бізде 1 сағат өтті, қамырымыз қатты болды. Келесі кезекте листімізге пергамент қағазын төсейміз де, және үккіштен осылай үккіштің ең ірі көзінен өткіземіз. Үккіш болмаса, ет тартқыштың көмегімен де өткізсеңіздер болады. Міне барлығын өткізіп болдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. 2 лист шықты, менде осылай барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Келесі кезекте кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған вареная сгущенканы саламыз. Оның үстіне сары майымызда, ол сары майымызда бөлме температурасында болуы керек. Екеуін жақсылап тұрып 1-2 минут миксерлеп аламыз. Міне осымен креміміз оп-оңай болып дайындалады. Ал келесі кезек, осылай қамырымызды, жаңағы піскен қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп, осылай қолымыздың көмегімен сындырып шығамыз. Бірақ та қатты майда қылып езіп жіберуге болмайды. Міне шамамен осылай болып шығуы керек. Келесі кезек, үстіне кремді саламыз да, жақсылап креммен қамырымыз, яғни печенеміз жақсылап тұрып араласуы керек. Егер де араласпай қалған жерлері болса, біздің муравейнигіміз өзінің формасын ұстамай қалады. Сол үшін жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді бұл муравейникке өздеріңіз қалаған форманы бере берсеңіздер де болады. Мысалы, торт қылып, дөңгелек қылып жасасаңыздар да болады, немесе төрт бұрышты қылып, немесе мен секілді осылай кішкентай ыдысты алып жасасаңыздар да болады. Немесе құрт сияқты қылып дөңгелетіп жасасаңыздар да болады. Міне мен бүгін осылай кішкентай ыдыстың көмегімен жасап шықтым, және де өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мысалы, мен осылай шоколадты ерітіп алдым да, осылай әдемілеп сеуіп шықтым. Және де үстіне кішкентай үккіштен өткізіп, ақ шоколадты кішкенеден үккіштен өткізіп сеуіп шықтым. Міне осымен біздің муравейнигіміз дайын. Міндетті түрде қонақ келетін кезде жасаңыздар, өте тез дайындалады, және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Раушан. Астарыңыз дәмді болсын.
барлығыңызға сәттілік.